Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып 73-ші сабақ. Бөлу амалымен танысатын боламыз. Бірінші есепте практикалық жұмыс. Жиынның элементтерінің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөлінген. 6 шаршыны 3 оқушыға теңдей етіп үлестір дейді. 6 шаршы, алдымызда 6 шаршы берілген. Осы 6 шаршыны теңдей етіп 3 оқушыға қалай беруге болады? Енді 6 шаршыны 3 оқушыға әрқайсына екеуден беруге болады. Мына оқушыға екеу, мына оқушыға екеу, мына оқушыға екеу. Осылай теңдей үлестіріп 6 оқушыға беруге болады. Екінші сұрақ. Әр оқушыға 3 шаршыдан үлестіретін болсақ дейді. Біздің алдымызда 2 оқушы бар. Алдымызда 6 шаршы тұр. Қалай 2 оқушыға теңдей бөліп береміз? Әрине, бұл кезде 3 шаршыдан береміз. Сонда бұл жерде біз мынандай есепті қолдандық. Мынандай амалды қолдандық. 6-ны бөлемін 3-ке тең 2 оқушыға. Яғни мына оқушыға 3 шаршы бердім, мына оқушыға 3 шаршы бердім. Ал мына бірінші есепте 6-ны бөлеміз 3-ке. Мынау 6-ны бөлеміз 2-ге тең 3 шаршыдан дейді. То есть 3 оқушыға әрқайсына 2 шаршыдан үлестіріп бердім. Осы 2 жағдайда сен бірдей амалды орындадың. Яғни 6-дан 3-ті 2 рет азайттың. Бұл амалды мына түрде ықшамдап жазуға болады. Яғни бұл бөлу амалы деп аталады. 6 бөлу 3 тең 2 деген бұл бөлу амалы деп аталады. Келесі мына түрде берілгенді мысалға 6 бөлу 3 тең 2. Міне мына түрдегі берілген амалды бөлу амалы деп айтады. 6 бөлу 3 тең 2 теңдігін былай оқиды. 6 санында 3-тен 2 рет бар. Немесе 6-ны 3-ке бөлсе 2 шығады. Немесе 6-ны 3 есе кемітсе 2 шығады деп өздеріне ыңғайлы нұсқаны қабылдап айта берулеріне болады. Мына есепке қарайық. Кесінділерді сызып, есептерді шығар. Есептердің шешуін салыстыр. Ұзындығы 10 см кесінді 2 тең бөлікке бөлінген. Кесіндінің әрбір бөлігінің ұзындығы неге тең? Біздің алдымызда мынандай 10 см кесінді берілген. Оны теңдей 2-ге бөлсек, яғни 10-ды 2-ге бөлсек, мына жағымыз 5 см, мына жағымыз 5 см болды. Сонда 10 см кесіндіні теңдей 2-ге бөлсек, әрбір кесіндіміз 5 см-ден болады. Екінші есебінде Ә пунктіндегі ұзындығы 10 см кесіндіні бірнеше бөлікке бөлгенде, әр бөлігінің ұзындығы 2 см-ге тең болды. Кесінді неше бөлікке бөлінді? Міне біз әр қайсысын 2 см-ден осылай бөліп шықтық. Сол кезде бізде неше бөлік шықты деп сұрап тұр. Санайық. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік. Сонда бұны бөлу амалы ретінде былай шығаруға болады. 10-ды бөлеміз 2-ге тең бізде 5 бөлік шықты. Әр қайсысын 2 см-ден бөлген кезде бізде 5 бөлік пайда болды. Келесі есеп. Кесте тігетін жіптерді
4 қызға 2-2-ден теңдей бөліп беру үшін неше жіп қажет? Біздің алдымызда 4 қыз отыр дейік. Мына бірінші қыз, екінші қыз, үшінші қыз, төртінші қыз. Оның әр қайсына екеуден мен жіп беруім керек. Сонда мына барлық жіп нешеге тең болды? Міне 2, оған 2-ні қосам 4 болады, оған 2-ні қосам 6 болады, оған 2-ні қосам 8 болады. Сонда 4 қызға 2-2-ден 8 жіп бере алады екенмін. Келесі есеп. Санағыш таяқшаларын пайдаланып бөлу амалының дұрыстығын тексер. 12-ні 3-ке бөлсек 4-ке тең. Міне 12-ні, мына 12 таяқшаны теңдей 3-ке бөлсек, теңдей 3-ке бөлсек, әр қайсы бізде нешеден тиіп тұр? 4-тен шықты. Мынау 4-теу, мынау 4-теу, мынау 4-теу. Бұны 12 бөлу 3 тең 4-ке деп жазуымызға болады екен. Келесі есеп. Шаңғы жарысында мәреге шаңғышылардың бірі 11 сағат 10 минутта. Ал екінші шаңғышы 13 минут, бірінші шаңғышқа қарағанда ерте келді. Екінші шаңғышы мәреге қанша уақытта келгендігін табуым керек. Ол үшін мына жерде 11 сағат дегенді 10 сағат деп алып, 1 сағатта бізде 60 минут болғандықтан, сол 60 минутты 10 минутқа қосып 70 минут деп жаздым. Содан 13-ті азайтамыз. 10 сағаттың өзі тұратын, минуттан минутты азайтамыз. 70-тен 13-ті азсақ 57 минут қалды. Жауабы екінші шаңғышы мәреге 10 сағат 57 минутта келді. Келесі есеп. Әр есепке өрнек құрып, олардың мәнін тап. 20 спортшы, барлығы өзі 20 спортшы бар. Олар теңдей 4 қатарға тұрды. Міне осындай 4 қатарға 20 спортшы тұрды. Енді осы әр қатарда неше адамнан тұрды? Соны табуымыз керек. Ол үшін біз 20-ны 4-ке бөлеміз. Сонда мәні 5-ке тең болды. Демек, мынандай 4 қатар болса, соның әр қатарына 5 адамнан тұрған екен. 4-еу, 5-еу, мына жерге 5-еу, мына жерге 5-еу. Осылай 4 қатарға әр қайсысы, әрбір қатарға 5 адамнан тұрғанда, мына жалпы 4 қатарда 20 спортшы шығып тұр. Келесі спортшы бізде 20. Әр қатарға 4 спортшыдан тұрды. Енді мына әр қатарға 4 спортшыдан тұрды. Келесі екінші қатарға тағы 4 спортшы тұрды. Осында 20 спортшы неше қатарға тұрды дейді. Соны табуымыз керек. Ол үшін тағы да 20-ны 4-ке бөлем, сонда 5 болады. Демек, осындай бізде 5 қатар шығады екен. Міне 4 қатар болды, міне 5 қатар болды. Міне осындай 5 қатарда 20 спортшы 4-еуден бөлініп тұрыпты. Сонымен оқушылар бүгінгі 2-ші сыныпқа арналған сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.